Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін атом ядросы бөлімі бойынша жиынтық бағалау жұмыстарын орындап үйренетін боламыз. Бізге берілген бірінші тапсырма. Ядролар ыдырағанда үнемі сақталатын заңды жазыңыз дейді. Бізде екі заң үнемі сақталады. Оның біріншісі зарядтық санның сақталу заңы, екіншісі массалық санның сақталу заңы. Келесі тапсырма өтейік. Бұл тапсырмасы. Барий 144 радиоактивті изотоп және бета бөлшек шығарады. Бета бөлшек шығарғанда барий 144 изотопынан салыстырмалы атомдық массасы қалай өзгеретінін түсіндіріңіз дейді. Енді бұл тапсырманы орындамас бұрын біз ең бірінші реакцияны жазып қарастырайық. Бізге берілген барий 56-да 144, яғни ол бөлінеді. Бізде ол бөлінеді, бета бөлшек шығарады дейді. Бета бөлшек дегеніміз бұл электронның, бета бөлшек электрон болып есептелінеді. Электронның саны, зарядтар саны мен бета бөлшек бізде электрон, демек электрон бөлініп шығады деп есептейміз. -1-де 0 электрон плюс, және бізде осы электронмен бөлінген кезде қалатын жаңағы 144 тобынан, изотопынан салыстырмалы атомдық массасы қалай өзгеретін. Енді біз былай етеміз. Барий сөйтіп электрон қосылған, бізде мына жерде қай элемент шығатынын анықтауымыз керек. Бізде электрон бөлініп шығады. Электрон бөлініп шыққаннан кейін бізде қалған элементті, мына жердегі X элементті табуымыз керек. Бұл қай элемент екен? Ол үшін біз мына теңдеулерді, яғни бір-бірімен теңестіреміз. Теңдеудің сол жақ беті мен оң жақ бетіндегі сандар бірдей болу керек. Демек қалай етеміз? Бізге жоғарғы жақ 144 болу керек. 144-те 0-ді азайтамыз. Мына жерге 144 азайту 0 тең 144. Демек бізде мына жер 144 болып тұр. Астына 156 азайту 56 шығу керек. 56 шығу үшін біз мына -1-ді 56-тан азайтып тастаймыз. 56 азайту -1 тең 57. Сонда мына асты 57-ге тең деген сөз. Яғни біз мына екі теңдеуді теңестірген кезде бірдей сан шығу керек. Жоғары жағымыз 144 шығу керек, астыңғы жағымыз 56 шығаруымыз керек. Енді біз шығарып алдық. Осыны қай элемент екенін жазуымыз керек. Демек бізде атомдық массасы 144-ке тең, орны 57-ші элемент бізде лантан элемент екен. Лантан элементі. Енді ең оңай жолы осылай салыстырып бірдей мәнге келтіре салғанымыз біз үшін ең оңай болады. Оны есептеп қосып алып жатқаннан гөрі. Екінші тапсырмада былай дейді. 37-те 90 нуклеин. Екінші тапсырмада былай дейді. 37-те 90 нуклеидінің бета ыдырау кезінде стронций пайда болады. 38-те 90 бета ыдыраудың реакциясын жазыңыз дейді. А жағдайында. Одан кейін радиоактивті стронций ыдырамаған атомдарынан бастапқы саны 1600 дейді. Кестені толтырыңдар дейді. Енді ең бірінші біз бета ыдырау кезін жазып көрсетейік. Бізде берілген 37-де 90
бета ыдырау дегеніміз жаңа айтып өттік. Бізде электрон плюс дәл жаңағыдай келтіреміз. Мына жерде бізге мына элементті табуымыз керек. X қандай элемент екен? Ол үшін төбесін теңестіреміз. Яғни теңдіктің екі бөлігі де бірден сан шығу керек. Мына жақ 90 шықса, келесі бетте 90-ға келу керек. 0-ге қаншаны қоссақ 90, 0-ге 90-ды қоссақ 90 деген сөз. 90 шықты. Астынан енді 37 шығаруымыз керек. Минус 7-ге қаншаны қоссақ, біз 37 шығарамыз. 30, ол дегеніміз 36-дан біз 90 шығардық. Енді біз 37 шығарымыз керек. 37 деген сөз бұл минус 1-ге қаншаны қоссақ 37 шығады. Минус 1-ге 38-ді қоссақ 37 шығады деген сөз. Демек, біз 37-ші номердегі атомдық массасы 90 болатын элемент бізде стронций. Демек, мына жаққа жазамыз. 38-де 90 бізде стронций шықты деп. Немесе тағы бір әдісін көрсетейін, ол есептер күйінде. Ол ең бірінші жоғарғы жағын бір-бірінен азайтып аламыз, сосын астыңғы жағын азайтамыз. 90 азайту 0 тең 90, 37 азайту минус 1 тең 38. Демек, 38-де 90 стронций шықты бізде. Енді келесі тапсырмамыз радиоактивті стронций ыдырамаған атомдарының бастапқы саны 1600 дейді. Біз одан кейін кестені толтырыңыз дейді. Кестеге мәлімет бойынша бізге график салыңыз дейді. Енді бастапқы саны 1600 екен. Біз мына кестедегі мәліметтер бойынша қазір график сызамыз және оны сызбас бұрын есептеп аламыз. Кесте бойынша бізге берілген ең бірінші саны n тең 1600. Кесте бойынша бізде бірінші т 0-ге тең, одан кейін т-ға тең, одан кейін 2-ті, 3-ті, 4-ті, 5-ті, 6-ті т болып кетеді. Енді біз жеке-жеке табуымыз керек. N-ді жеке-жеке табуымыз керек. Олай болса, бірінші т тең 0-ге болған кезін қарастырып көрейік. Формуласын жазамыз. N тең n0 көбейтілген 2 минус т бөлінген үлкен т. Орнына қоямыз. n0 бізде бастапқы саны 1600. Көбейтеміз 2 минус мына жердегі т-ның орнына 0-ді қоямыз. 0 бөлінген т. Енді қандай санның дәрежесі 0 болып, 0-ді т-ға бөлсек 0-ге айналып кетеді. Сондықтан бізде тек не қалады? 1600 қалады. 1600 қалады. Одан кейін екінші берілген бізде т. Екінші т-мыз біздің үлкен т-ға тең. Яғни орнына қоямыз. n тең бірден қойып кете берейік. 1600 көбейтілген 2 минус т-ның орнына әкеп біз үлкен т-ны қоямыз. Үлкен т период бөлінген кіші т. Так, ары қарай есептейміз. 1600 көбейтеміз. Мына екеуі қысқарып кетеді. Минус 1 дәреже қалады. 2-ның минус 1 дәрежесі. Енді минус дәрежеден құтылу үшін біз мына 1600-ді 2-ге бөлеміз. Сонда бізде 800 қалады. Ары қарай т тең 2 т-ға тең болған кезде n тең 1600 көбейтілген 2 минус 2-ті үлкен бөлінген т мен т қысқарып кетеді. Мына минус дәрежеден құтылу үшін 1600-ді бөлеміз. 2-ның 2 дәрежесі бізде 2 көбейтілген 2 ол 4. 1600-ді бөлесің 4-ге тең 400 қалады.
т тең 2-тіден кейін 3-ті болған кезде, үлкенті болған кезде n тең 1600 көбейтілген 2 минус 3-ті бөлінген т тең т мен т-ны қысқартып жібереміз. Сонда 1600-ді минус дәрежеден құтылу үшін бөлеміз дедік қой, 2-ның 3 дәрежесіне. Сонда бізде 2-ның 3 дәрежесі қанша болады екен? 1600-ді бөлеміз 8-ге деген сөз. Ол 200. Ары қарай кеттік. Т тең 4-ті болғанда қалай болады? N тең 1600 көбейтілген 2 минус 4-ті бөлінген үлкен т. Так, тыларды қысқартып жүреміз. Сонда 1600 минус таңбадан құтылу үшін бөлеміз 2-ге. Және 2-ның 4 дәрежесі. Ол дегеніміз 1600, 2-ның 4 дәрежесі 16-ға тең деген сөз. Ол 100, 1600-ді 16-ға бөлсек 100. Ары қарай т тең 5-ті болғанда қалай болады екен? Ол дегеніміз n тең 1600 көбейтілген 2 минус 5-ті бөлінген т. Т мен т-ны қысқартып жібереміз. Минустан құтылу үшін 1600-ді бөлеміз 2-ге. 2-ның мына жерде қанша дәрежесі қалды? 5 дәрежесі. 1600 бөлінген 2-ның 5 дәрежесі 32. Бізге ол 50-ді береді. Екеуін бір-біріне бөлсек. Т тең 6-ті орнына қоямыз. N тең 1600 көбейтілген 2 минус 6-ті бөлінген т. Т мен т-ны қысқартып жібереміз. 1600 бөлінген 2-ның 6 дәрежесі. Ол дегеніміз 1600 бөлінген 64 тең 25-ге тең. Міне барлығын шығардық. Енді осы шығарылған нәтиже бойынша біз график түзуіміз керек. Жоғары жаққа мен графиктерді салып қойдым. Енді тек сәйкестендіреміз. Мәселен, т 0-ге тең болған кезде бізде n-іміз 1600 болған. 1600 болған. болған. 1600-ді белгілеп аламыз. Одан кейін т 0-ге тең болған кезде 1600 болды. Т-ға тең болған кезде 800 болды. Т мен 800-дің біріккен жерін қараймыз. Мінекей. Одан кейін 2-тіда бізде 400 болды. Екеуін біріккен жерін қараймыз. Сызықпен сызып қояйын, түсінікті болу үшін. Ары қарай бізде 3-тіда 200 болды. Мына 3-ті мен 200-дің сәйкескен жерін белгілеп аламыз. 4-тіда 100 болды. Белгілеп алдық. Енді 5-тіда бізде 50. 6-тіда бізде 25. Енді осының барлығын біріктіріп сызатын боламыз. График бойынша біз түзген мәліметтерімізді сызып көрсеттік. Келесі тапсырмада бізде 3-ші тапсырма. Радиоактивті элементтің активтілігі 8 тәулікте 4 есе кеміген жартылай ыдырау периодын табыңыз дейді. Жартылай ыдырау периодын табу керек. Демек бізде 4 есе кеміген десе n0 бөлінген, n0 бөлінген n деп аламыз.
4-ке тең. Бізде жаңа уақыт 8 тәулік. Жартылай ыдырау периодын табыңыз дейді. Үлкен тіні, жартылай ыдырау периоды. Енді осы кезде бізге табу керек. Ең алдымен формуласын жазып алуымыз керек. Жартылай n тең n0 көбейтілген 2 минус t бөлінген период. Осы жерден біз мына қатынасты алған кезде n бөлінген n0 тең 2 минус t бөлінген периоды. Ары қарай енді мына минус таңбадан құтылу үшін біз қатынастарды алмастырамыз. Яғни керісінше n0 бөлінген n түріне келтіреміз. Сол кезде 2 t бөлінген период болады. T бөлінген период болады. Ары қарай орнына қоямыз. Мына екеуінің қатынасы бізге 4-ті береді. 4 тең 2 t бөлінген үлкен t. Енді мына жақтағы 4-ті де дәреже түріне келтіреміз. 2-ның 2 дәрежесі тең 2 t бөлінген үлкен t. Ары қарай осы жерден біз 2, яғни бізде 2 тең t бөлінген t шықты. Дәрежелерін ғана, мына екеуін қысқарып кеткен кезде дәрежелері ғана қалған кезде осындай формула шығады. Осы жерден периодты табамыз. T тең t бөлінген 2. Ол бізге 8 бөлінген 2 деген сөз. Ол 4 тәулік береді. 4 тәулік. Жауап дайын шықты. 4-ші есепте бізде былай дейді. Тізбекті ядролық реакция дегеніміз не? Тізбекті ядролық реакция деп оны туындататын бөлшектер осы реакцияның өнімі ретінде пайда болатын реакцияны айтады дейді. Енді келесі Б тапсырмасы бізде уран 92-де 236 нейтронды қармап алып, 50-де 144 немесе 36-90 элементтеріне бөлінеді дейді. Реакция нәтижесінде неше нейтрон бөлініп шығады? Анықтаңдар дейді. Біз ең бірінші осы реакцияны жазып алайық. Енді мына жерде қанша нейтрон қармап алатын табуымыз керек мына X-ті. Ол үшін ең алдымен мына жоғар жағын қосып шығамыз. Тура осы теңдеуде қалай тұр, солай жазып алайық. 236 қосылған 1 тең 144 қосылған 90 қосылған x көбейтілген 1. Енді ары қарай қарапайым теңдеу ретінде шығарып көреміз. 237 тең 144-ке 90-ды қосамыз. 234 қосылған x. 237 азайтамыз. 234 тең x тең 3. Демек жауабы 3 нейтрон. Мына жерде сонда бізде 3 болды деген сөз. Келесі тапсырмамызға көшейік. Бізде 5-ші тапсырмада төмендегі суретте АЭС-да электроэнергиясының өндіру сатылары көрсетілген дейді. Бос ұяшықтарды толтырыңыз. Бізде бірінші бұл қоректендіру сорғысы, екінші бізде бұл генератор. Қалған сұрақтардың жауаптарын мен алдын ала жазып қойдым. Қарап, оқып шығайық.